Саламатсыздар ма, құрметті студент жолдастар. Бүгінгі тақырыбымыздың аты математикаға оқыту үрдісі барысындағы оқушылардың білімі мен білігін бақылаудың маңыздылығы. Осы уақытқа дейінгі лекцияларымыздың барлығына да біз айттық. Яғни оның міндеттері қандай, мақсаты қандай, қандай бағалаудың түрлері бар, критериалды бағалау дегеніміз немене, оның нелері қандай, қалыптастырушы бағалау, формативті бағалау, суммативті бағалау, яғни осылардың ерекшеліктері, олардың түрлері, әдіс тәсілдері, тағы да көптеген осы бағалауға байланысты біз біршама тақырыптардың мазмұнын ашқан сияқтымыз. Оны ең бастысы бізге осы өтіп жатқан жаңағы Блум таксономиясы, жаңадан шыққан 7 модульді осы сабаққа қалай кіріктіре аламыз, солардың барлығын пәнге кіріктіре аламыз, оны қалай қолданамыз, стратегияларды математика пәнінде қалай қолданамыз, ол стратегиялардың мазмұны қалай болу керек, оны қай пәнге қалай қолдану керек деген сияқты көптеген біз сұрақтарға жауап бердік деп ойлаймын. Енді сол осының маңыздылығы, бізге бұл не үшін керек, бұны не үшін оқуымыз керек деген сияқты сұрақтарға жауап алу. Бұны білім берудің мазмұнын жаңарту жағдайында педагогикалық үрдісті ұйымдастыруды модельдердің бірі білім беру менен білім алудағы жаңа тәсілдер екен. Яғни қалай оқу керектігін үйретудің қозғаушы күші бұл метатану болып табылады екен. Метатану дегеніміз индивид қалай ойлайтын қадағалау, бағалау, бақылау және өзгерту қабілетін деп түсінеміз. Білім алуды үйрету, өз бетімен оқуды ойластыру және ойлау нәтижелерін сабақта қолдана алудың үрдісі болып табылады. Яғни әр оқушы оқудың маңыздылығы менен мағынасын түсініп, өз бетінше жұмыс жасауға әрекеттенеді екен. Яғни метасанасы жақсы дамыған оқушы оқу үшін не істеу керектігін, оны не үшін оқу керек екен, оқудың өзі үшін қажеттілігін және оқуды қалай оқи алатынын түсіне алады екен. Бұл үрдісте мұғалім жаңағы оқушыға білім міндетін қоятын талаптарға түсінуге, жеке ойлау үрдісін және олардың жұмыс қағидаларын зерттеуге, міндеттерді орындау стратегияларын әзірлеуге және ойластыруға, нақты міндет үшін сәйкес келетін стратегияларды қолдауға, таңдауға көмектеседі екен. Мысалы үшін 11-ші сыныптың оқушыларын ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық барысында оқушылардың өзіндік метод санасы мықты болуы маңызды. Себебі оқушылардың тапсырмаларды орындау барысында өз білімдерін жетілдіріп және ескі білімдерін жаңартып отыруы өздіктерінен түсіне білу керек екен. Яғни өздері білімдерін жетілдіріп толықтырған саналы түрде жаңағы өздерінің оқығандарын толықтырып жинақтау арқылы ғана алдыға шыға алатынына оқушы саналы түрде өзінің көзін жеткізуі керек. Сондықтан сабақ барысында тосыннан өткен тақырыптар бойынша байланыстыра шолып жасап отыру керек. Яғни мен сіздерге осының алдындағы сабақтарда айтқанмын, қазірде қайталап кетейін, естеріңізде болса, япондықтардан сұраған екен, сіздердің осындай жетістіктерге жеткендеріңіздің қандай? Айтқан екен япондық ғалым, біз тек қана қайталау арқылы жеттік деп. Өткенді қайталау, бұл өткенді еске түсіру, жаңа тақырыпты оқу арқылы өткенді қозғау, ол яғни өзіңнің біліміңді тереңдете білу деген сөз. Мысалы үшін, алгебра пәнінен топқа бөлу кезінде сандарды топтастыру әдісі кеңінен қолдануға болады. Оқушыларды сандарды түрлі пікірлер топтастырады. Солардың жаңаша пікірі бар оқушылар тыңдау әр сабақ сайын қызықты болады. Яғни әр топтағы оқушы өзінше әртүрлі ой пікір айтады екен. Геометрия пәнінен, мысалы үшін жазу машинкасы арқылы пирамида тақырыпты қайталап және сол сөзді шығару арқылы топқа бөлуге болады. Енді осы тақырыптың мазмұнына тоқталайық.
мазмұнына тоқталатын болсақ, білім іскерлік және дағдыларды тексеру және бағалау тәрбиеге деген ықпал етеді. Оқушылардың өз оқулары табысы, сәтсіздіктері туралы ой пікірлері қалыптасып, қиындықты жеңуге ұмтылу арқылы пәнге деген қызығушылықтары артады. Мынау жаңағы пирамида әдісімен стратегиясы бойынша істеген практика барысында өткізген студенттердің сабақтары. Сол жерде қолданылған әртүрлі көрнекіліктер, мынау топ болып жұмыс істеп жатқандағы оқушылардың ынталары, барлығы топ болып талдау жасау арқылы сабақтарын өтуде. Мынау сол ағашы, мынау оқушылардың жауап парақтары. Әрқайсысы жауап парақтарын талдау кезінде тақтаға ілу арқылы жүргізеді екен. Жаңа идеяларды осы қолдану арқылы орындалатын жұмыс бағыты. Яғни бұл жерде оқушымен қарым-қатынасты қалыптастыру, оқушының санасын, сенімін, көзқарасын, білімін арттыру, оқушының логикалық ойлау қабілетін дамыту, оқушының ұлттық моралінің орындалу қамтамасыз ету, оқушының парасатын, ойлауын қалыптастыру отырып машықтандыру, әр оқушының әрекетін ұлттық болмысын пайдалануды жүзеге асыру. Енді осы мұндай нелердің бірі, стратегиялардың бірі сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы дегеніміз не деген? Жалпы сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз не деген сұраққа жауап береміз. Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы бойынша ол дегеніміз шыңдалған ойлау, кез келген даму деңгейіне байланысты мәселелерге сын көзбен қарау, күрделі мәселелерді шешуге, аса маңызды жауапты шешімге қабылдауға құштарлық таныту, үйрену мен үйрету бірлігінен үйренудің қызығушылығынан тұратын үйренушінің сеніміне негізделген құрылым болып табылады екен. Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясын қолдану төмендегідей нәтиже береді екен. Бірінші, білім алушының белсенділігін арттыру. Екінші, пәнге деген қызығушылығын ояту. Үшінші, өзіндік көзқарасын білдіруге мүмкіндік беру. Зерттеуге икемділігін дамыту. Сөйлесім әрекетті белсенділігін арттыру. Білім алушылардың бір-бірімен қарым-қатынас жасай біледі деген сұраққа жауап беру. Жасай алады деген. Басқаларды тыңдауы. Кез келген жауапқа сыйластық, түсіністікпен қарауы. Жалпы сыни тұрғыдан ойланатын оқушылар белсенді болады. Олар сұрақтар қойып, дәлелдерді талдай алады, дәлелдемелерді. Оқушылардың әрбір ойлары сыни ойларменен білдіріледі. Мұғалім сол оқушылардың ойлау қабілеттерін қадағалау арқылы қорытынды жасап отыра алады екен. Білім беру үшін бағалау және оқытуды бағалау дегеніміз не? Бұл бағалау жаңағы осы білім беруменеге кіріктірілген 7 модульдің қысқаша мазмұны. Бағалау оқыту нәтижесін анықтау үшін қолданылатын тәсіл. Оқушыға берілген тақырыпты меңгергендегі кемшіліктері, жоюда оның үлгерімінің нәтижесі болуына ықпал ететін факторлары мектеп тәжірибесіндегі бағалауға баға қоюмен ғана шектелетін тәсіл емес, ол материалды меңгермеу фактісімен қатар оның себептерін анықтауға мүмкіндік беретін оқытудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Жалпы бағалаудың барлық түрлері мынандай жағдайларда қалыптастырады. Бақылау, алынған мәліметтерді интерпретациясы, бұдан арғы іс-әрекеттерді анықтау үшін қолданылуы мүмкін шешімдерді қорытындылау. Кері байланыстар арқылы оқушылардың нақты білімдері туралы ақпарат алсақ, мен сабақтарымда есте қалған нәрсе 4, білім ағашы, суретті жауап, тағы сол сияқты. Жалпы геометрия пәніне тоқталатын болсақ, бұл геометрия пәнінен
кеңістіктегі фигуралардың қималарын, симметриялы осьтерін табуда пластилин арқылы жұмыс жасауға табысты болады, жұмыс жасатуға болады. Пластилин арқылы оқушылар өздері осьтерін, қималарын арқылы жасай алады екен. Осы арқылы біз практикаға барған кезде қолданылып көрдік. Оқушылардың нақты түсінік қалыптастырған жаңағы абстрактылы ойлау қабілеттерін дамытуға болады. Яғни әр сабақты өткен кезде геометрия пәнінде негізгі фигуралардың элементтерін нақты оқушыларға көрсетіп, көзбен көрсетіп, қолмен ұстату арқылы олардың естерінде сақтау және олардың ары қарай ойлауын жақсы дамытуға болатынына біздің студенттердің көздері жетті. Оны практика барысында да қолданды. Білім беруде ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану бұл жаңағы қазіргі заманда кеңінен таралып жатыр. Бұл оқушылардың жан-жақты дамуына, жан-жақты білім алуына және оның іскерлігі мен шығармашылығының еркін дамуына жол ашып келеді. Сөзімізді енді қорытындылай келе, бұл жерде оқушылардың өз оқулары, табысы, сәтсіздіктері, пікірлері, ой пікірлері, қиындықтарды жеңуі сабақ барысында жаңа қалай өтеді, ол әр мұғалімнің өзінің кәсіби шеберлігіне байланысты деп айттық. Енді бір сөзбен айтқанда, біз осы осыған дейінгі оқылған бағалау критерийлері арқылы өздеріңіздің алдағы тапсырмаларыңызда, жеке шығармашылықтарыңызда сабақ беріп жүрген пәндеріңізден қысқаша коучингтар, семинарлар кішкене дайындап әкелсеңіздер болады. Жалпы енді осыны қорытындылай келгенде тақырыпта бұл оқытушының көшбасшылық қабілеті ең бірінші сабаққа даярлықтан басталады. Яғни өтілетін сабақтың жоспарын құру, оны өткізу әдістемесі, оқушылардың қабілеттерін, жас ерекшеліктерін ескере отырып, иллюстриялы, техникалық құралдарды, дидактикалық материалдарды пайдалану. Мұғалімнің осы шығармашылық әрекеті арқылы оқушының шығармашылық қасиеті қалыптасады екен, қабілеті. Ал көшбасшылық қабілеттер шығармашылыққа елес болады. Шығармашылық ойлау арқылы жүзеге асады екен. Оқушы шығармашылық ойлауға, жылдамдыққа, икемділікке, тапқырлыққа үйрету ол мұғалімнің әр сабағында қалыптасып отыратын нәрсе. Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың айту бойынша, ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана шәкірт жанына нұр құя алады дейді. Осы сөзді ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға арналған сияқты. Оны әрбір оқытушы жадында сақтауы тиіс деп ойлаймыз. Қазақстанның болашағы жасөспірім, жас ұрпақтар, біз оларға болашақта үлкен сенім артамыз. Сондықтан да олардың сол сенімдерін орындалу үшін біз оларға үлкен жол көрсетуіміз керек. Әрбір оқытушы өз ісіменен, шеберлігіменен оқушыға жеткізе отырып, жан-жақты тәрбиелеп, санасына құйып отырса, онда қазақтың туын көкке желбірететін, биіктерге асқақтататын және білімді мен білікті жастар тәрбиелейтінімізге кәміл сенемін. Жалпы сабағымыздың мазмұны осындай. Енді сұрақтарыңыз болса, жазып жіберерсіздер деп ойлаймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды.